Бұл круассан еді, мен бұрын соңды пісірмегенмін. Сонда да қорықпай жасап көрдім. Сәтті шықты, енді рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен каналға тіркеліп алыңыз. Қатпарлы қамырды жасау үшін бізге 55 грамм шекер, 12 грамм тұз, 500 грамм бірінші сорт ақ ұн, 350 грамм сливочное масло, 150 миллиграмм жылы су, 12 грамм аштықы, 100 миллиграмм жылы сүт керек. Ұн для тонкого помола болу керек міндетті түрде. Ол бізде обычный грану. Бірінші 150 миллиграмм ыстық емес жылы суға апар жасайтын боламыз. Ол үшін қасықтың ұшымен шекерді суға саламыз. Шекер біздің аштықның көтерілуіне жақсы көмектеседі. Одан кейін барлық аштықны салып жібереміз, жаңағы 12 грамм. Егер сізде апар көтерілмесе, онда сізге басқа аштыққа сатып алу керек болады. Осылай араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді 500 грамм ұнды барлығын осылай ситадан өткіземіз. Ол қамырдың біркелкі болып араласуына және қалған қамықтардың араласып кетпеуіне жақсы көмектеседі. Енді асықпай тұзды, қалған шекерімізді саламыз және оны жақсылап ұнмен араластырып аламыз. Чтоб жаңа үстіне су құйған кезде жақсы араласуға. Аштық міне апар осылай көтерілу керек сіздерде. Осылай көтерілсе, демек пайдалануға болады. Ұнның ортасын осылай қазып аламыз да, барлық аштықны құямыз. Айтпақшы 100 миллиграмм сүттің өзі бізде жылы болу керек, ыссы емес, салқын емес болу керек. Жылы сүтті құйып болғаннан кейін осылай қасықпен бірінші араластырып аламыз. Жаңағы сұйықтықтың барлығы ұнмен араласып кеткенше. Міне барлық сұйықтық ұнымен араласты. Енді 100 грамм еріген майды қосамыз. Майды қосқаннан кейін осылай қамырды араластырамыз. Қамырды араластырған кезде қосымша ұн сеуіп, ұн қосып қажет емес. Басында қамырымыз бір сұйық сияқты, ұн жетпей тұрған сияқты болып көрінеді. Бірақ ішінде аштықы бар, қамырымыз көтеріледі. Қамырымызды илей берген сайын, иірімін келтірген сайын қамыр жақсарады. Мен прям 12-14 минуттай қамырды басып тұрдым осылай. Қазір қараңыздар, қамыр қалай жақсарды, не көрінсі ма, басы бірікті. Осылай енді 12-14 минут сіздерде араластырыңыздар. Кәдімгідей ыдыстың іші де тап-таза, қолға да жабыспайды. Енді ең маңыздысы осы қамырымызды осындай пакетикке салып, 4 бұрышын шығарып, оны 12 сағатқа холодильникке қоямыз. Яғни тоңазытқышта прям 12 сағат, одан да көптеу кішкене тұру керек. Май өзіне сіңу керек. Мен мысалға кешкі 7-лерде салдым. Таңертеңгісін сағат 10-дарда қамырды алып жұмысымды бастадым. Сіздерде кәдімгідей осылай 4 бұрышты форма шығатынына кәдімгідей мән беріңіздер. Келесі этап, бірден қамырды салғаннан кейін пергаментный қағазды осылай 20-20 өлшеммен формасын келтіріп аламыз. Менде енді кішкентай бала жоқ, сызғыш жоқ деген сияқты, мен көзбен өлшеп 20-20 есепте жасадым. Ол не үшін десеңіз, қалған сливочный майды біз қазір ортасына осы формаға салып, холодильникке тоже оны да бір күнге қоямыз, немесе 1 сағатқа, немесе бір қатқанша қоюымыз керек та. Енді ортасын ашып, қалған майды саламыз. Қазір бұны біз ортасында форманың барлығына жағатын боламыз. То есть 4 бұрыштың ішіне жағамыз да. Кәдімгідей 4 бұрышты форма шығарамыз. В общем, бәріне жағып шығамыз. Майды жағып болғаннан кейін осылай ағып кетпес үшін жан-жағының барлығын бүктеп, кәдімгідей жақсылап тұрып, жауып, осыны холодильникке саламыз. Менің арнам негізі ең бірінші рет жасап тұрған адамдарға, қыз-келіншектерге арналады. Өйткені өзім сондаймын, көп нәрсені мен бірінші рет жасап көрсетемін. Енді оқтаумен осылай үстін кішкене басып, біркелкі форма болу үшін жазып холодильникке салып қоямыз. Міне холодильниктен шығардым. Бұл енді қатты, кішкене көрдіңіздер. Қамырды да алып шықтым. Міне қамырымда кішкене көтерілген, холодильникте тұрса да. Егер қамырыңыз кішкене жұмсақтау болып шықса, онда міндетті түрде көбірек те ұн себіңіз, ұнды көбірек қолданыңыз осы жазған кезде арасына. Біз қазір ұнды алып шықтық қой, қамырды алып шықтық қой, енді қазір біз майды осы қамырдың ортасын салатын боламыз. Және қамырды көріп тұрсыздар ғой, осы видеодағыдай тік 4 бұрышты қылып жаю керек та. Өйткені мына май салған кезде үстін екінші бөлшегі жаба алу керек. Мені түсіндіңіздер деп ойлаймын. Майды ортасына салып болғаннан кейін екінші бөлшегімен үстін жабамыз жақсылап. Содан кейін оқтаумен 2 бұрышты, яғни 3 жағында май шығып кетпес үшін осылай жасап алсаңыз болады, жаңа біріктіріп алсаңыз болады. Ұнды көбірек пайдалана беріңіз. Ортадан төмен қарай, ортадан жоғары қарай тік 4 бұрышты қылып жаямыз. Жақсылап жайып, тік 4 бұрышты формаға жеткеннен кейін, қамырымыз кішкене болса да жұқарғаннан кейін, қатты жұқа қылмаңыздар. Осылай
бөлікке жаңағы бүктейміз. Яғни бізде 4 қат бар дайын болды деген сөз. Дәл осы форманы қазір пакетке салып қайтадан холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді жақсы қамыр шығу үшін ол уақытты жұмсауға тұрарлықтай. Қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Енді осылай тік төртбұрышты формасында жаюымыз керек. Қатты жұқа да, қатты қалың да болмасын. Осылай дәл видеодағыдай ұзартып кішкене жайып алыңыз. Енді бізде соңғы этап қалды. Ол не десеңіз, біздер қазір осы қамырды 3-ке бүктейміз да осылай. Холодильникке тағы да 1 сағатқа салып қоямыз. Бүктеп формасын шығарып, үстін кішкене оқтаумен жай ғана басып, пакетке салып, холодильникке тағы да 1 сағатқа салып қоямыз. Қамырды тоңазытқыштан алып шықтық. Енді круассаны жасай берсек болады. Ұнды көбірек пайдаланыңыз, егерде қамырыңыз мықты жұмсақ сұйықтау болып кеткен болса. Бұл жерде ескеретін нәрсе 28-60 өлшемде форма жасауымыз керек. Яғни ені 28, ұзындығы 60 болу керек та. Бізде 11 үлкен круассан және 4 кішкентай круассан шығу керек. Осылай асықпай 60 см өлшемде қамыр жазып алыңыз. Мен енді көз өлшеммен жасадым. Енді қараңыз, круассанды кескен кезде қамырдың осылай екі жағынан да кесеміз. Жоғарғы жақтан да 3 бұрыш шығу керек, мына жағынан да 3 бұрыш шығу керек сізде. Яғни жалпақ жағы 10 см болатын, сізде 15 круассанды кесуіңіз керек. Немесе шыққанша кесе беріңіз. Немесе сізде үлкен болуы мүмкін. Бірақ осы 10 см-дің өзі сізде үлкен болып, кәдімгідей қамырыңыз көтеріліп күшті піседі. Мен қамырымның барлығын кесіп болдым. Енді қараңыз, сізді ораған кезде қамырыңыз осындай болып шығуы мүмкін, круассан формасы. Менде қамырым жұмсақ болғаннан кейін осындай болып шықты, жабысқақ болып тұр. Бірақ сіз уайымдамаңыз, ұнды көбірек қоссаңыз, сізде жақсы шығады. Және ортасы да піседі, көтеріледі де, қызарып та піседі. Круассанды жасап болғаннан кейін противенге осылай арасын ашып қоямыз. Өйткені қазір көтеріледі, ол бір-біріне жабысып қалмау керек. 1,5 сағат бөлме температурасында қойғаннан кейін осылай 2 есе, 3 есе көтеріледі. Пешке салмастан 20 минут бұрын пешті қыздырып алып, 200 градуста 10-12-14 минутта пісіріп шығарамыз. Назарыңызға рахмет, сәттілік тілеймін. Сізге ұнап жатырса, сіз де жасап көріңіз. Және де менің каналымдағы басқа да рецептіні көру үшін төмендегі сілтемеге өтіп тіркеліп алыңыз.